Экономикадағы күрделі кезең артта қалды. Елдің әл-ауқатын байқататын көрсеткіштердің де өсім бар. Ұлттық экономика министрі осылай деп отыр. Қуандық Бишімбаевтың айтуынша, дағдарыстың салқын желі жылдың алғашқы 90-да қатты сезілді. Өйткені елдің басты экспорттық өнімі саналатын қара алтын құнының құлдырауы осы кезге сәйкес келген. Алайда соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша экономикадағы өсім 0,4%-ды құрады. Министрдің сөзінше, инфляциялық процестердің бәсеңдеуі, валюта нарығындағы ахуалдың тұрақтануы, бизнестің инвестициялық белсенділігі мен халықаралық резервтің өсімі экономиканың екінші тынысын ашты. Мұнымен қоса құрылыс, ауыл шаруашылығы мен көлік саласы және өңдеу өнеркәсібіндегі өндірістің ұлғаюы экономикалық өсімге негіз болды. Начиная с июня. Маусым айынан бастап экономикада біршама өсім байқалды. Алғашқы жарты жылдықта бұл 0,1% болса, шілдеде 0,2, тамызда 0,3 және қыркүйектегі көрсеткіш, яғни 9 айдың нәтижесі 0,4%-ды құрап отыр. Яғни ай сайын экономикадағы өсім 0,1% шамасында.